Сәлем достар. Бүгін сендермен мен Ақбота. Бүгінгі видео бізде наурыз дейін ба, ифтар дейін ба. В общем, бүгін бізде влог. Мен қазір тісіме барып келдім зубнойға. И, кстати, азанда мен тұрдым. Ауыз бекітіп, айтқа бізде ертең айт қой. Соған печеный пісірдім да. Ой, қамырын жасап қойдым. Сосын уақыт болған соң кішкене ұйықтап алдым да. Сөйтіп мен көп ұйықтап қойыппын. И шашым үтіктелмеді даже. Осылай мен зубнойға барып келдім шашымды. Қазір мектепте вроде наурыз болып жатыр. Біз кешке ифтарға барамыз мектепке. Мен қазір линза алып келдім, кстати. Мен линзамның срогы өтіп кеткен еді. Вот, бұл жолы кішкене арзанын алдық біз кәдімгідей, и басқа жерден алдық, білмеймін қалай болатынын. Қазір мен пиндодан заттарым келді, и мынандай мен қара топ и мынандай ақ топ заказ берген едім, и мынандай серый юбка. Мындай қып-қысқа емес, прям нормально ұзындықта. И мынау айна мен тоже сол анпакингта көрсеткем. И, кстати, мен көрсетейін, кеше мен пісірген бір печеныйды. Мына қараңдар, маңдайым кошмар болып отыр просто. Слоеный тестадан осындай күшті печеныйлар жасадым. Мына ортасына менде қаймақ пен крем болады. И мынау кеше біз базардан алған заттар. Достар, мен шашымды осылай үтіктеп алдым, тегіс қылып. Шашымды көретін болғаннан кейін, в общем, тіке қылатын болдым. Достар, мен линза тағып алдым. И қазір мынау неміз мынамен, в общем, макияжымыз сүртеміз. Өйткені менде мына жерде макияж бар. И мен басынан бастап жасаймын. Просто кірпіктерім қалады. Достар, мен петличканы алып келдім. Ойбай, шағылды. Петличканы алып келдім. И менде бұл осындай петличка. И, кстати, мен қасымды жасап алдым. Мне кажется, нормально естіп тұр. Енді біз қазір тоналка жағамыз. Прям ұйқым келіп отыр. Мынау менің тоналкам. Вот осымен бетімізге жағамыз. Мойнымызға да кішкене жағамыз, чтобы линия болмас үшін. Бұл мен аяқта сөйлеп жатсам. Видео түсіріп жатсам. Анау видео замедленныйда қалып кетті ғой, бір. Мен, в общем, мамаға барып келдім. Ертең бізде айт дедім, ой, вот соған мама бізде не қылып жатыр, самса жасап жатыр. Мынаны мен басқаша жаққым келіп тұр. Бірінші осылай не қыламыз да. Былай. Бізге стрелкасы керек әлі достар. Стане қазақша ойымен стрелкасы спейін. Мындай подводка менде спиндадо. Қарандар достар, менде осындай екі түрлі стрелка қалды. Осындай бізде пуховка. Былай аламыз. Достар, все, мен макияжым бітті, наконец-то, и бізде сағат 6:30 болып қалды. Вот, в общем, дұрыстадым кішкене и кірпіктерін жабыстырдым. В общем, бізде осындай макияж, и біз қазір қалайды жағамыз, соны ұмытып кеттім ғой. Аяқта қиым болады. Фиксатор. Ой. Қазір мен тиктокқа get ready with me'ді сөйлеп түсіргім келіп тұр. Өзім петличканы көрсетіп қалмайын ба десең. Все, достар, мен қазір киініп келемін. Потом сендерге образымды спокойно көрсетемін, потом тикток түсіремін. Все, достар, мен даянмын. Шашымды жасап тастадым осылайынан. Вот, еще мынандай шашпаулар тақтым, ал мына жеріне осындайларды тағып қойдым. Мына сырғаны тақтым, чокымды осылай бере аладым. И стрелканы сендерге көрсеттім ба? В общем, осындай болып шықты. Вот, и шекелік тақтым, мындай білезік тақтым. Вот, осымен болды. Менің бүгінгі образымды сендерге қазір көрсетейін. Вот, в общем, осындай образ менде. Мынандай көйлек. Ана жерде жатқан менің сыртыма киіп кететін шапаным. В общем, біз қазір шығамыз. Подругам келе жатыр. И мен қазір аяқ киім киемін. Кстати, кроссовки кие саламын. Каблук кимесек бізде білмеймін, желание жоқ. В общем, мен, в общем, шығыватырмын. И менің подругам келді. Сұрема десер. Біз шығыватырмыз.
күн шығып тұрады, күн кіріп кетті. Обычный стрелка сияқты көрініп қалды ғой, иә? Соғы сонша көрінбейтін еді. Мен қайта кірпіктен көрінбей қалама деген едім. Асханадамыз. Ауызашар болып Не, әркім Білемейсіңдер ма? Сау бас. Мынау жеп қойды. Типа қазақ еледі. Тас қараңғы. Міне. Официанттар. Жұмыс істеп жатыр, бәрі жұмыс істеп жатыр. Ана қыздың отырсыңдар. Боғазыңа болмайсың. Істе Марал. Ойбай. Істе. Ау. Сап. Қатыданмас Аха. біреу сөйтіп шығынды. Міне мен істеп жатырмын. Әке, мен қоямын. Давай, конца Представь, раскинь меня в жұмсап қоғасын. Абысындарын тұрсын қараңдар. Олар істесте үйренесің. Біз де сөйтіп істегенбіз. Ана ақылын айтып отыр. Үлкен абысын қаяқта? Сен қалай абысындарын жұмсайсың? Қалай сен енеңді жұмсайсың? Апай. Бүйтін. Әне, үлкен абысымыз келіп жатыр. Үлкен абысымыз. 25 жыл. Сен кіші. 5 жыл. Сен кіші. 1 жыл. Екіде 5 жыл. Сен кіші. 8 жыл. Bir ayınız. Ол опыты бар сияқты. Жоқ, ана генерал абысындар болады ғой. Генералге тура былай істе деп ше. 5 па 1 одан кейін бота сен келесің. Қанша деді? Және қыз келдің ба? Bir апта болған, bir апта. Анау қыз келген. Байдың қатыны келді, байдың қатына. Қуып жатыр бізді. Біз қуып жатыр. Сый шолып кеткен. Жақтарымызды алайық. Жақтырмай жатыр бізді. Қуып жатыр бізді. Келіндер, жаңа келіндер нервына сүйіп жатыр. Байдың қатына. Яқта біздің еркек келініміз отыр. Жерге жатсы. Абысымен, үлкен абысымен кішкентай келді. Арай дейді, арай. Мен сүт қойып салашы. Таза ма? Таза иә? Абысының ұрсып жатыр, әні сәлем салып жатыр.
Я қазір балдар шақырамыз. Қыздар сүріңдер. Ау. Biz 3-ші этажға бара тұрдық. Жүрші. Жақылады екен ба? Фонарик жанып кетті ғой. Послушай. Тас қараңғы. Ой. На. Ана жақта бір бөле жатыр да. Соңыз айқалап жүрдім. Соңыз орындар. Кеттік. Мен памятімді андай тазаламаған ой. Памятім толып қалды енді. И видеодан да түсірілмеді. И чуть-чуть тазалап, солай түсірдім. Көп нәрсе түсірмедім да ғой даже. Вот. Негізі прям ойлағам күшті түсірем деп. Бірақ ожидание реальность болды да. Вот память тазалап жүру керек екен, оказывается. Менде еще бір влог, анпакинг, 2 видео жатыр ғой. Еще тиктокқа видеоларым бар. Черновикті толып жатыр, сол үшін менде осындай памятім толып қалды. Үйге қазір келдім, сағат бізде қазір 10 болып қалды. Вот. Кішкене жүріп қайттық да, ауыз ашып қандай нетіп болғаннан кейін. Вот, в общем. Прям мыналар прям күшті болды, енді шашым ше. Маған өзіме. Достар, короче, менде инстаграмға фото-видео салуға вообще уақыт болмай жатыр. Өйткені мен қазір айтқа дайындалып жатырмын. Қазір бізде сағат 1 болды уже. Или 1-ден асып кетті даже. Мен қазір кешегі жасаған печеньеларды сәндейін жатырмын. Ана жақта тағы да бізде бір ракушка печеньесі пісіп жатыр. Вот. Қазір на бетіне апельсиндерді қойып, сендерге көрсетемін. Мен сендерге прям көп нәрсе түсіре алмай жатырмын. Өйткені менде просто памятім толып жатыр ана жақта. Достар, сағат 4 болып жатыр. Мен макияжымды сүріп тастадым. Именно маңдайым капец угревасы кетті. Шашымды қараңдар, қандай күшті бұйра болған. Камераны сүрткім келіп тұрған жоқ, ерініп тұрған что-то. Кстати, печеньеларды көрсетпеппін ғой сендерге жазға. Мен оны негізі давно бір жарымда ма бітіріп тастағанмын. Не могу посмотреть просто. В общем, мынау менде ракушки деген печенье. Ал менде ана жақта басқа печенье. Короче, печенье емес ол, бірақ ол менде пирожный десерт сияқты. Киноға менде желание жоқ, сол үшін мен қазір ұйықтаймын. Ұйқым өте қатты келіп тұр. Бізде сағат 7 и біз дастарханды жасап тастадық. Көбісі кеше қойған, енді печеный, салат и самса сондайларды бүгін жаңа мама қойды. И осы бізде бүгінгі айтқа дастархан вообще. Мен ұйқымдан тұрып алып, сондай болып жүріп. Кстати, шашым кеше шешкен. Сол кезде әдемі болып тұрды да. Қазір мындай ужасты болып кетті. Мен қазір ұйықтаймын. Ұйқым келіп жатыр. 4-те жатқанмын. Бізде күн шығып жатыр. Вот. Ал мен ұйықтаймын. Кешегіден кейін аяқтарым капец ауырып жатыр.
Сәлем достар, бүгін бізде 21 март. И бізде бүгін кеше айт өтті, хотя бүгін екінші күні айттың. Вот. Үйде қазір ешкім жоқ. Бізде осы көшеміздің наурызы болып жатыр, барлығы сол жақта. Вот. И мен қазір обед ішейін деп жатырмын. И мына жақта бізде банан, киви, солар бар. Вот соларды қазір өзіме бірдеме жасап алып жеймін деп ойлап жатырмын. Вот, в общем, солай. И мен алдыңғы аптада сол кезде түсірген видеом бар еді, влог. Вот, соны салдым. Салынып жатыр, либо салынып қойды уже. Вот, артқа жейміз біз. Осымен біздің видеомыз аяқталды, достар. Менімен бірге болғандарыңа рахмет. Менің TikTok және де Instagram'ыма тіркеліп кетіңдер. Және де YouTube'қа тіркелуді ұмытпаңдар. Всем пока. Мен, в общем, осындай салат жасадым. Вот. И, кстати, алма қостым. И ішінде бізде араластырғаным сметана. Қазір жеп көреміз. Мен жеп көрген жоқпын. Мне кажется, нормально шығады.